Барлықтарыңызға әсемнен сәлем. Сіздерге қазіргі кезде таңда барлығымызда қияр өсіп жатырмыз. Қияр, қызанақ барлықтарыңызда шығып жатқан болар. Дегенмен де қанша дегенмен қияр жесек те оның аурулары да жаңағыдай зиянкестері де өте көп, білесіздер. Қияр өте қысқа мерзімде бергенімен, сондықтан да біз енді қазіргі таңда сол қиярдың қалай алдын алуға болатындығын сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, қияр енді жапырақтар солыңқырап қалған, суару керек, себебі күннің ыстығы кәдімгідей шөп салғаннан кейін неше уже бір жетте болып қалды, суарған жоқпын. Енді бүгін жайлап шамалап суаратын боламын. Мына жерде қияр қалып қойыпты, көрмей қалыппын. Ал қараңыздар, қияр қалып қойыпты. Жаңа көріп тұрмын сіздерге түсіріп жатқанда қаншама өсіп кеткен. Қараңыздар, қалында мықты өсіп кеткен екен. Дымда етпес, бірдеңе қылып пайдаластырармыз. Көріп тұрсаңыздар, айтып жатқан кезде өте несі көп, сол себептен қазіргі кезде сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Енді жапырақтар менде де енді еттерге еккендіктен кішкене қанша дегенмен жапырақтар жайлап ауырып бастап жатыр. Себебі бұл жерлерде өте көп суарылып кетті де, зиянкестер бірден тек жаңағыдай жаулап алды десек те болады. Енді кезекте де сіздерге не қолданатынын айтайын. Ең бірінші көшет арқылы еккен кезде бастап қолдануға болады, және де өнім беріп бастап жатқан кезде де қолдануға болады. Ол кәдімгі күнделікті біздің үйдегі йод. Қолым барлығы жаңа төгіліп қалды. Күнделікті йод, себебі йодты барлығымызда білеміз. Зеленка ешқандай зеленканы қолдамаймыз. Йод кәдімгі йод, ол деген білесіздер, жараға жаңа бір жерімізді жырып алсақ, соғып алсақ саламыз. Және де адамдарда да білесіздер ғой, ол неден болады? Ол йод жетіспегендіктен болады. Яғни ол арнайы инвиво деген бар, солмен анықтайды. Ендігі кезекте қиярларда сол сияқты, адам сияқты, олардың да аурулары да болады, зиянкестер де болады. Сол себептен жаңағыдай менің түсірілімдерде каналда аштығы, сүт сияқтылар бар. Енді кезде йодпен де айтайын деп тұрмын. Ол йодта болу керек, дегенмен де міне қайтадан көрсетіп тұрмын. Йодты көбінесе жаңағыдай көшет кезінде басында еккен кезде, ең бірінші қайтадан егуге болады, одағы да екі. Сол кезде 3-4 жапырақтан кейін 3 литр суға 1 каплясын қосып, тамшысын шашып салсаңыздар өте керемет. Ал енді мен сияқты міне көріп тұрсаңыздар, енді өсіп кеткен жағдайда болса, мына жерде енді 1 тамшысын 3 литрге су болса, сонымен есептейсіздер. Яғни 6 литрлік болса 2 тамшы, 9 литрлік болса 3 тамшы қолданатын боласыздар. Түптеріне барлығына құйып, бірінші су құясыздар. Су құйғаннан кейін барып, кешке таман күн батқаннан кейін үстіне тағы да осы суымызды, йод қосылған суымызды қиып шығамыз. Ал былай өзіне қисаңыздар, тамырын күйдіріп жібереді. Сол себептен суарғаннан кейін қиып тастаңыздар болады. Егер шашам десеңіздер, шашып арнайы өздерің қазіргі кезде андай керемет шашатындар бар ғой, сол арқылы шашып шықсаңыздар да болады. Бұл енді йод не үшін қажет? Йод әрине ең бірінші солып қалған жапырақтарды өте жаңартады. Өте керемет жаңартады. Яғни жасыл массасын деп айтады, ол жасыл шөптісін өте көп көлемде өсіртеді, және де мынандай өсінділер, ұзын өсінділер бар ғой, соны 2 есе көбейтеді. Одан кейін аскорбинка құрамына аскорбинка витаминін енгізеді. Зиянкестерден қорғайды. Себебі деген йодты білесіздер, жараға тамған не үшін тамады? Ол яғни микробтардан, вирустардан қорғау мақсатында жағамыз ғой. Сол себептен тоже қиярда вируспен, жаңағыдай микробтардан, зиянкестерден өте жақсы қорғайды. Сол себептен қолданыңыздар, өкінбейсіздер. Менімен бөлісіп каналға жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.